Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нағыз шілдеде ыстық күнде шөліңізді басатын әрі қарын тойдыратын салқын көже, яғни бидай көжені дайындайтын боламын. Бұл көжені тура осылай дайындап, сіздер бір айға сақтауларыңызға болады. Холодильникте сатылымға шығарып, табыс тапсаңыздар болады. Ол үшін бізге бар жоғы бидай және де жүгері қажет болады. Кеттік, ендеше бастаймыз. Бидай мен жүгеріден екеуінен 250 грамнан алдым. Бидай 250 грамм, жүгері 250 грамм. Екеуін осылай өлшеп дайындап қойдым. Енді осының үстіне біз қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Ол не үшін десеңіздер, ол қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйсаңыздар, мынау жүгері мен бидайыңыз сәл жібейтін болады. Яғни қатты болып тұр қазір, ыстық суда сәл жібейді. Ол біріншіден сіздердің газдарыңызға эконом болады қайнау барысында. Қайнап тұрған ыстық суды құйып жатырмын. Жүгерілеріңіз батса болғаны. Осылай жүгерілеріңіз батып тұру қажет. Бидайға да тура сол ұқсатып ыстық суымызды құямыз. Кейін суғаннан кейін жақсылап жуып қайнататын боламыз. Буланып өзімен өзі ыстық күйінде жүгері мен бидайымыз жібіп әдем болып шығады. Біздің бидайымыз осылай жарыпты және де жұмсақ. Осыны жақсылап суын төгіп болғаннан кейін жақсылап жуып алдым. Қазанымызға саламыз. Жүгеріміз де жұмсарыпты. Бұның да суын төгіп, жақсылап 3 қайтара жуып алдым. Бұны да салып, енді осының үстінен 5 литр су құямыз. Сөйтіп 1 сағаттай қайнататын боламыз. Мен суды көп құйдым. Қайнау барысында суы тартылады. Сол үшін суды көбірек құя беріңіздер. Негізі дәнді дақылдарыңызды түнде жібітіп, азанда осылай мен сияқты пісірсеңіздер, уақыттарыңыздан үнемдейтін боласыздар. Және де бір жағынан уақыт үнемдейтін боласыздар, екінші жағынан газдарыңызды үнемдейтін боласыздар. Мінекей осылай біз қазір 1 сағат, 1,5 сағаттың шамасында пісіп шығады. Өйткені біздің дәнді дақылдарымыз өте жұмсақ болып тұр. Ал кеттік, пісіреміз енді. Мен жүгеріміз толықтай пісті. Пісу барысы 1,5 сағаттай уақыт кетті. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте қою және де бидай мен жүгері өте жұмсақ болып шықты. Шынымен түнде жібітіп қойып, азанда пісірген өте күшті лайфхак екен. Енді біз осыған айран қосамыз. Мен осылай айран үйтіп қойғамын. Қолдың айранын құйсаңыздар да болады. Қолдың айраны болмаса, дүкендегі айран да жарай береді. Қолдың айраны қою болғандықтан мен осылай пластик бутылкаға құйып, жақсылап шайқап алдым. Сонда біздің көжеміз іртік болмай, нағыз сатылымдағы көжелер сияқты бір қалыпты, бір келгі сұйықтықта болады. Және де қолдың айранын сіздер осылай ситоға сүзіп құйсаңыздар да болады. Сонда көжелеріңізде іртік болмайды, сұйықтығы бір қалыпты әдемі болып шығады. Біздің көжеміз дайын болып қалды, бірақ қою болып тұр. Егер сіздерге қою ұнамаса, мен сияқты су құйсаңыздар болады. Фильтрованный су немесе қайнаған салқын суды құйыңыздар. Және де дәміне қарай тұздарыңызды салыңыздар. Сөйтіп біздің көжеміз дайын. Осындай көрдіңіздер ме? Сұйықтығы бір қалыпты, ешқандай іртігі жоқ. Нағыз сатылымға шығаратындай көже болып тұр. Тура осылай жасасаңыздар, 1 айға сақтауға болады бұл көжені. Бұл көжені сіздер салқындатып, және де арасына мұз салып ішсеңіздер де болады. Сатылымдағы көжеден артық етпесе кем түспейді. Сіздер де тура осылай жасап көріңіздер.